Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 98 сабақ сын есім. Сендермен бірге Майра апай 98 сабақтың барлық тапсырмаларын орындауға көмектесетін боламын. Олай болса, сендер тіркеліп лайк баса кетіңдер. Тапсырмаға көшейік. 56-шы жаттығу мәтінді тыңда. Атан түйе шеккен жер. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мен ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басын қан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшіп тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Бабаңнан саған не қалды? Қалған кітабынан. Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Себебі Райымбек батыр еліне мен ана тұрған ақ атанға мінгізіп, ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар деген екен. Сондықтан мәтін ақ атан түйе шөккен жер деп аталған. Мәтіннен сын есімдерді тап. Мәтінде ақ атан, қарт батыр, атан түйе сын есімдері кездеседі. 57-ші жаттығуда мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетін тауып жаз. Бұл жерде балалар бірнеше мақалдар берілген, соларды оқып көрейік. Егіннің жайын еккен білер, ексең егін, ішерсің тегін. Сәуірі болмай тәуірі болмас. Отансыз адам ормансыз бұлбұл. Айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Балалар, бүгінгі біздің оқыған тақырыбымыз Райымбек батыр болғандықтан, Райымбек батыр атамыз туралы болғандықтан, яғни ол Райымбек ата батыр кісі болған, сондықтан біздің мәтінімізге айлалы батыр алдырмас мақалы сәйкес келіп тұр. Келесі 58-ші жаттығуда кестені толтыр. Кестеде адамға тән қасиеттердің екі түрі берілген: жағымды қасиет, жағымсыз қасиет. Жағымды қасиеттерге балалар қайырымды және сонымен қоса тәртіпті, мейірімді, ақ көңіл, сыпайы, бауырмал, адал, сабырлы деген жақсы жағымды қасиеттерді жазуға болады. Сонымен қоса өздерің білсеңдер, ары қарай тағы да қосып, өздерің тағы да қандай жағымды қасиеттерді білесіңдер, қосып жазсаңдар болады. Ал жағымсыз қасиеттерге қатыгез, сонымен қатар тәртіпсіз, сараң, қызғаншақ, арам, әдепсіз, қорқақ деген жағымсыз қасиеттерді жазуға болады. Және өздерің тағы да қандай жағымсыз қасиеттерді білесіңдер, қосып ары қарай жалғастырсаңдар болады. Балалар, шығармашылық үзіліс 59-шы жаттығуда сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкестігін табыңдар. Содан соң оларды тіркестіріп жаз. Сөздікте аю, қар, шоколад, түлкі, аспан, раушан, балапан, шырша сөздері берілген. Ал сонымен біз қарындаштың түсімен сәйкестендірейік. Қоңыр аю, ақ қар, қоңыр шоколад, қызыл түлкі, көк аспан, қызыл раушан, сары балапан, жасыл шырша. Балалар, осымен бүгінгі 98-ші сабақтың барлық тапсырмаларын орындап шықтық. Сендерге балалар ұнады ма? Түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Олай болса, балалар, каналға жазылып, тіркеліп кетіңдер. Лайк басып қойыңдар. Сендерге келесі сабақ ең бірінші болып көрінетін болады. Сау болыңдар балалар. Сәттілік.